берсе бізде осындай прихожа көріп тұрғандарыңыздай, бұның дизайнын біз қырғыз көріп қала жатырмыз, семьямызбен бір-бірімізбен қырғыз қой. Қайырлы кеш оқырмын. Ақбота үлкен үй салып жатқан еді көптен бері. Міне үйлі болып, рум-тур жасаған болатын. Видео жариялап, осындай текст қалдырған болатын. Ыстық үйя, ұлыма арнап салған қара шаңырақ. 22 жасымда Алланың қалауымен 200 квадратный метр жер үй салу бұйырыпты. 2024 жылы 1 мамыр күні. Ыстық ұяның ірге тасын қалап бастадым. Алланың қалауымен 6 айдың ішінде бітірдім деп жазыпты. Керемет, құттықтаймыз ботаны. Үй болса кең, анасының өзінің ағасының бөлмесі. Ас үй, бөлек гардероб, санузел шыттай жасаған. Үй тілеп жүргендерге жұғысты болсын. Құттықтап жатқан оқырмандар жеткілікті, қандай пікір қалдырып жатыр. Машаллах, керемет үй, Алла қаласа құтты баспана болсын саған. Ұлыңның анашын екеуің бірге рахатын көріп жүре беріңдер. Керемет, құтты болсын іші, адал жанға, сырты малға толсын. Анаңның жасы ұзақ болсын. Бірінші Алланың, екінші анаңның арқасы. Балан анаң сен үшін берекелі болсын. Құтты болсын ыстық ұяң. Ішінде қуанышқа, бақытқа толы болсын. Әр күнің берекелі болсын. Ұлың жігер, мен деген азамат болып өссін. Өзіңді анасын әжесін қолдайтын ер тұлғалы, шыншыл жігіт болсын. Әумин. Ыстық ұяң құтты болсын, тәк. Қуанышқа толы болсын. Ұлының қызығын көруді нәсіп етсін. Бақытты болуға лайықты жансын бота дейді оқырмандар.